7 адам бар. Менің папам Әліпбек, ол Мінәшір. Менің анам Роза. Ол балабақшада іс жүргізуші. Менің апам Айдай, ол мектепте оқиды. Ағаларым Айсат, Айдай, олар да мектепте оқиды. Әкесім сіз Мен жүгенді майлап отырмын, балам. Ол жүген деп аталады. Жүген аттың басына кигізіп, атты басқару үшін арналған әбзел. Ол атқа кигізгенде ыңғайлы болсын деп майлап отырмын. Әкесім, енді сізге көмектесейінші. Келе ғой, балам. Сен де көмектес. Жүгенді майлайық екеулеп. Ал ерған аты ат деген. Бұның бәрі атқа арналған әбзелдер. Мынау ер тұрман деп аталады. Мынау ер үзеңгі. Үзеңгіге аттың үстіне отырған адам аяғын қойып отырады. Анасы, мен де сізге көмектесейінші. Келе ғой, қызым, көмектесе ғой. Біз қазір шоққа нан пісіреміз. Қазақта дастарханға ең алдымен нанды ұсынған. Бұл ұлы ас деп білеміз бұны. Жүр, екеуміз қазір шоққа табаны қояйық. Кетті. Қызым, екеуміз табаны шоққа қоямыз. Саған жақындауға болмайды. От қауіпті. Мынау көсеу. Мына шоқтарды алып, табаның үстіне қоямыз. Содан кейін нанымыз әп-әсем болып піседі. Біз бүгін тазалыққа жүргенге шықтық. Әкем әбзелдерін дайындады. Анам шоққа нан пісіріп берді. Міне қызым, нанымыз да пісіпті. Ас атасы нан деген.